Сәлем достар, сіздерменен Наргиз. Бүгін Бикештің бал саусақтарының рецептісіменен бөлісемін. 350 грамм суды кастрөлге құямыз. Оның үстіне бөлме температурасындағы сары майды қосамыз. 1 ас қасық тұз қосамыз. Отқа қоямыз. Араластырамыз. Әрдайым араластырып тұрған жөн. Қайнай бастаған кезде 250 грамм ұн қосамыз. Араластырамыз. Оттан түсіріп аламыз. Суу үшін басқа ыдысқа саламыз. 6 жұмыртқаны біртіндеп қосамыз. Және де жақсылап миксерменен араластырамыз. Дайын болған қамырымызды кондитерлік шприцке салып аламыз. 200 градуста 20 минуттай пісіріп аламыз. Бөлме температурасындағы сары майды және де сгущенканы миксерменен жақсылап араластырып аламыз. Креміміз дайын. Піскен бикеш саусақтарын кремге аунатамыз. Содан кейін әсемдейміз. Шоколадпенен және әр түрлі түсті шоколадтарды да қолдансаңыздар да болады. Астарыңыз дәмді болсын.